Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көрермен, құрметті жақсылар. Құран кәрімді қатесіз оқуымызға кедергі болатын келесі мәселе қатты асығуымыз. Баршаңызға бұл мәселе таныс шығар. Құранды оқығысы келген адам қатты асығады. Ол ұстаздың берген тапсырмасы, ұстаз белгілі бір уақытты жүйелеп қойып, осы уақыттың ішінде үйретіп шығам деген мақсат қояды. Бірақ көпшілігіміз шәкірт болған кезде ұстаздың берген тапсырмасына кішкене немқұрайлы қараймыз. Себебі біз асығыспыз. Біз бірден Құранға түсіп кеткіміз келеді. Бір айдың көлемінде, 2 айдың көлемінде бірден Құранға түсе салып, Құранды зырылдатып оқып кеткіміз келеді. Ал негізі Құранға қатынас, Құранға деген асығыстық ол бізді қателіктерге ұрындырады. Себебі біз жаңа сабаққа асығыс көңіл қоямыз, берген тапсырманы асығыс орындаймыз. Егер ұстаз қателігімізді жөндеп, осы қателіктер түзет деп бір тапсырманы қайтадан орындауымызды талап етсе, бізге ол ұнамайды. Себебі біз ол Құраннан тосып жатқан секілді болады. Шайтан бізді оң жақтан кеп солай азғырады. Сен Құранға тез түсуің керек еді, міне сені ұстазың осылай кешіктіріп жатыр. Пәленшені қараш, тез түсіп кет, сен жүрсің әлі деген сияқты сөйтіп азғырады. Ал шын мәнінде сіз басты мақсатыңыз Құранға түсу болатын болса, Құранды қатесіз оқу болатын болса, онда сіз ұстазыңызға көніңіз. Ұстазыңыз сіздің жағдайыңызды біледі, сіздің қателесіп жатқан қателігіңізді біледі. Ол қаншама ұстазды сізге дейін тәрбиелеген адам. Енді ата-бабаларымыздан көптеген жақсы сөздер қалған. Соның бірі асықпаған арбамен қоян алады дейді. Қарап отырсаңыз, бір асығудың да жақсы жағы бар, бірақ оны асығам деп қателіктерді көбейтіп алудың жаман жағы да бар. Сондықтан асықпаңыз, сабыр етіңіз. Ілім алуда сабырлық керек. Ұстаз берген тапсырманы дұрыс орындап, жаңа сабақты дұрыс түсіну үшін сізге асығу шарт емес. Сіз керісінше асықпай, мән беріп, әрбір тапсырманы, ұстазыңыз айтқан әрбір сөзді түсініп алуға тырысыңыз. Асықпаңыз. Алла қаласа, Құранға түсесіз. Аллах тағала баршамызға осы ілім алу жолында сабырлы болуды нәсіп етсін, асығыстықтан сақтасын. Аллах тағала ілімімізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.